Ақша доллар, миллиардтаған доллар қайда біздің қазақтың ақшасы? Сұрап жатпай енді. Біз қазақтың жері бай, асты үсті байлық жетеді Құдайға шүкір ше. Соған ие болу керек қой халық деген. Ойлаңдаршы, өздерің қараңдаршы. Айтып отырмын ғой, 105 миллиард нацфондта бар доллар. 305 миллиард Тоқаев Назарбаевтың ұрлаған ақшасы бар. Оны қайтаратын болсақ 410 миллиард доллар елдің экономикасына кіретін болса, қазақтар шіріген бай болады, мен сендерге гарантия беремін. Сендер ақшаның мысалы үшін қайда жатқанын білмейсіңдер ғой, значит. Сұрамайсыңдар, значит. Сұраңдаршы менен біреуің, айтып берейін мен сендерге. Айда сұрасақ аузымызды айырып жібересіңдер, сосын қорқамыз ғой. Қорықпай сұрау керек. Қорықпағанымыз ғой, аузымызды айырып жібересіңдер ғой. Ана өлтіріп жіберген Назарбаевтан сұрап еді, Заманбек Нұрқаділов өлді, тағы қаншама қайда ақша дегендердің бәрі өліп жатыр. Ана Әблязовты елден бездіріп жіберді, ақша сұрап еді. Ақша Әблязовта дейді. Не Әблязовта ақша? Ол да бөліспейді екен. Қашанғы жүремін мен, қараңдаршы өйстіп. Ол жуып. Айлық төлеген жоқ, 1 жыл қызмет еттім. Сендерге шыңғырам деп. Азып болсын зобым көтеріліп кетті. 1 тиын төлеген жоқсыңдар, епті кідіктер. Енді тегін жұмыс істеп жатырық қой, бәріміз Қазақстанға тегін жұмыс істедік қой, ағайындар. Тапқан бәрі ақша, Әблязов ақша береді дейді. Әблязов қайтыңдар, шөтім нөмірін айтайын. Салсын ақшамды. Қазақ тоятам деп әбір жыдым. Ауруға айналдым, мына көзім жыпылықтай береді нервтан. Көрдіңдер ма? Әблязовтың өзіне ақша керек қой. Саған Әблязов ақша беріп отыр деп айтады ғой. Әблязов қайтыңдар менің шөт нөмірімді. Каспийме аударсын. Маған да аударыңдар ақша. Қазақ қашан оянасыңдар, қашан өзіміздің тиесілі байлықты аламыз, халық ақшаны, долларды қашан аласыңдар өздеріңе. Ой, енді арманы күшті ғой бұл кісінің енді. Артында қаласа. Тегін кофе береді, кірсе ішіне тегін кофе береді. Білем ғой береді, кофе ішпеймін ғой, любитель емеспін. Көрінбей тұр ма? Жоқ, көріп тұр, 2 орындық, 2 машина, 2 нелік. Артындағы ше? Ақысындағы Феррари сияқты ғой. Қазақтарға жұғысты болсын, әрбір қазақтың есігін алдында осындай машина тұрсын. Құдай қаласа. Норвегияда болған кезде әр машина бар ғой осында, әр үйде бар. Миллион доллары бар. Әр норвегиялық азаматтың $1 миллион бар. Менде болмаса да қазақта болсыншы әкесін ал. Жыламаңдаршы сендер қазақтар. Мен кажется, нормальный өмір сүре алады екем. Жоқ, қалай жыламайды енді қазақтар макарон жеп отырып кәсіп береді. Қалай жыламайды? Ал адамдар өзінің фундаментал құқығын біле ма, мысалы үшін да? Сөз бостандығы, ой бостандығы деген нәрсені біле ма олар? Біледі ғой, біледі, айта алмайды да, просто тілін қырып тастайды. Бәрі біледі, просто айта алмайды, тілдерін қырып тастайды. Ма Назарбаев пенен Тоқаевтың жүйесі қанды ішті қан құсқырлар, қан құссын олар. Айткүл бір министр болып отырған адамсың ғой негізі сен ше? Қазақстанда депутат па? Айтамайды ғой, бір адамгершілікке келіп, мен түсінбеймші. Не істейді сонша байлықтың бәрін, не істейді деймін да. Білен, 2 метр жер керек болды ғой, абдуши өмір сүріп қалу керек қой, халықты байытып, жылап сені шығарып салатын болу керек қой. Бұл қан құсқырларшы. Любой нәрсе керек ғой. Мені көрдіңдер ма мені? Пожалуйста. Любой нәрсе керек. Ағайындар, любой нәрсе. 1,5 мың теңге беріңізші. Лизбон, аналар кетіп қалды, бір өзім қалдым дейді. Ол қақ кетіп қалды? Қазақтар ағайындар ойнайық, әрекетке көшейік, амал жасайық, Құдай қаласа. Әрекетке көшіріп, Тоқаев Назарбаевтың диктаторлық режимін ауыстырайық, Құдай қаласа. Сөйтіп, бай қазақ болайық, бай қазақ. Берік денсаулық болсын десеші, денсаулық болсын, рахмет, Мариям. Құдай қаласа денсаулық болсын. Енді елдің ішінде не болып жатыр ма, кішкене бар ма, бірдеңе жоқ па? Жалпы бізде мысалға мен жігіттермен кездесіп қалам ғой, сонда мысалға бұрынғыдай емес, жігіттердің ішінде де айтып жатқан жігіттер бар. Шынында да дейді, органда істейтін класстас кездесіп қалады, басқа біреулер кездесіп қалады, солар айтып жатыр деп, мынадан нетсеңдерші, халық бір 40-50 мың болып шықсаңдар, біз сендер жаққа өтеретін едік қой, 100 ғана болып шығасыңдар, қырсаңдар 100-де жиналмайсыңдар, сол қаздың шашы ұстап бір уысқана жиналасыңдар, сендер ұстап әкетпеңдер қайтейік деп айтатын менттардың саны көбейіпті деген әңгімені естідік. Жаңағы сондай әңгімелер көбейіп жатыр қазір. Сол жаңағы жалпы органда істейтін адамдардың ішінде де наразы адамдар көп көрінеді деген әңгімені естіп жатырмыз. Сол жаңағы көп жиналған адамдардың ішінен.
майдан қалған байдан қалады деп майға шейін өзгертпесіңдер, байдан қалайын деп тұрған жоқпыз 6-шы бошанаға. Болды, мына күйеу балаңыз күтпеймін дейді. 6 ай күттірдің дейді. Или да, или нет деп айтып, күйеуге кете маған бәрібір болды уже. Балдарымды сағындым, балдарымды алдыртайын деп отырмын. Күйеуге тием де кетем. Не істеген? Қытайға 40 мың кеткен кезде бір айкан оны бір неміске қимаймыз да? Қия саласыңдар ма? Сендерді қорқытып жатсам әжең ойнап айтамын, шыдашы кішкене деп тұрмыз ғой. Үйде айтпасаң тағы да мыналар бірдеңені ұйымдастырып жатыр деп тағы жауып тастаймын деп қорқып айтып жатыр. Қимаймыз ғой. Тием байға, майдан қалған дейді. Байға шейін елді өзгертпесіңдер, байға тием болды. Балдарымды сағындым, уже 2-ші жыл көрмей жатқаным. Айқұлықтан көргенім, сізді танимын ғой алты дейтін. Ольга, сіз танығанмен қазақтар танымай жатыр ғой. Өздеріне көк шыбын емелетіп, неміске тиіп кетпесем, сөйтіп беймарал аэропорттың есігін теуіп барам неміс күйеуімен. Қазақ, ана 20 миллион қазақ мені қорғай алмайсыңдар. Осы неміс күйеу балдарын қорғайын деп тұр. Айка, заңсыздықтардың неге бұндай қатты халықты тыңдамай кеткен себебін айтайын ба Қазақстанда? Тіптен халықпен санаспай кеткен себебі, біз жалғыз енді Путиннен көреміз ғой. Енді оның да есептігі бар ғой, бірақ Қазақстанда қазір биліктің халық тыңдамай кеткен себебі Қазақстан бас басқарып тұрған жоқ, көт басқарып тұр. Ол көт басқарып тұрғанда біз президентті көт деген сөз емес. Бізде кезінде Заманбектер, мысалға Назарбаев Болаттар, алғашқы жаңағы қызмет істеп жүрген кезде шопыр болғандар, мысалға солардың үйдің баласындай болып кетті. Сол кезде соларды оқытты да, оларды қызметке түсірді. Олардың барлығы бүйтіп 2019-2020 жылдары, 22 жылдарға дейін жоғары қызметтерге барып алды уже. Шопырлардың барлығы министр болды, вице-министр болды, бірдеңе болып кетті. Көп анау жаңағы неше түрлі жүргендердің барлығы қазір биліктің бір-біріне пұшпағын ұстап жүргендер, біреулердің тіптен жаңағы тоқалда болуы мүмкін. Тоқалдарының ағалары, шопырлар енді не істейді келгеннен кейін? Енді олар бұрынғы қызметкер емес, материал не ойлайды ғой. Сонан кейін олар дүние көбейгеннен кейін қазақ қайса қайтеді дейді, қатын алады дейді. Сол қатын алды, Левиға барды, сол Левилардың әкелері, солардың қайнағалары, сондайлардың барлығы. Аналар не істейді енді? Әлгі бәйбіше боқтан сасық, тоқал оттан ыстық, сол тоқалдың айтқанын істейді. Тоқалдар өзінің тупой сварщик болып отырған ағасын әкім қылып жіберді. Тоқалдардың жаңағы туысқандары, жезделері барлығы ыңғай бір холдингтердің бастығы болып шыға келді, өздерінің санасы болмаса да. Содан кейін не істейді? Бір-бірін сөйтіп сүйрелеп әкелген сол көтендердің арқасында қызметке келгендер елді басқара алмай отыр қазір көбісі. Енді сол бірен сараны бар. Тоқаевтың Назарбаевтың жүйесі сияқты көтеннің арқасында неміске тиіп, немістің демократиясын орнатып жіберейін ба Қазақстанға деп жатында? Ошаны Чонкам, Қотыратқа Соқыратқа айтып қойыңыздар. Сонда Қазақстанда былығып атқан неге бүкіл жер сасып кетті? Өйткені көтен басқарып тұр. Қазір қызметте жүрген жаңа түк білмейтін мақұлық, жаңағы өзінің саласын білмейтіндердің барлығы сол жаңағы билікке бұрын жетіп алғандардың тоқалдарының туысқандары, жезделері, анау нелері, бірдеңелері, олар оқымаған, тоқымаған просто. Қазақстанда сол көтені әдемілер, көтені барлар ғана дұрыс өмір сүріп жатыр ғой. Иә, сол жаңа көтен басқарып тұр деген сол. Намысы барлар дұрыс өмір сүре алмай жатырмыз.